Содан бұл енді хижрет қой, бұл үлкен біздің әкелеріміз жасағаны. Енді біздің әкелеріміз, шешелеріміз өзі мына қазақсызымыз жоғалмасын, дініміз жоғалмасын деп 20 мың, сонда 20 мыңдай бір қазақ шығыпты, сонда көшкен қазақ. Сонда көбі қайтыс болды, бала шаға қайтыс болды, шал кемпір демей жаяу жүріп отырып Инстанға келді. Неге? Дінімізді сақтайық, қазақтығымызды сақтайық деп сонда жандарын берді. Сонда біз Құдайға шүкір рахаттамыз әзір. Енді біздің бұдан кейінгі немерелеріміз, балаларымыз дінін ұмытпасын, қазақтығын ұмытпасын. Соған тырмысып жатырмыз. Жан сақтаған енді. Одан кейін бұлар біз енді қайтамыз, Түркияға кетейік. Бауырларымыз бар, Түркияда бауырлардың жанымызға барғанда. Бұрында ана İngiliz'in kolunda емес па, мына Hindistan, Pakistan. Hindistan kolunda. Hindistan elçisi de gelgen, Amerikan elçisi gelgen, sizlerді алып кетейік деген, Америка elçisi. Жоқ, біз деген үлкендеріміз айтқан, біз мұсылман мемлекетке барамыз, Түркияға барамыз деп. Түркияға барамыз деген соң, Түркияның елшілігіне барып хат жазып Түркияға олар. Со 1952 жылдарында Türkiye hükümeti kabıldap, Türkiye'ye köşet bolğasan, so Karachi'den so kemiге binip, so poyuz kemiden Irak'a gelgen. Irak'a gelip, Irak'tan poyuzben İstanbul'a köşüp gelgen. Allah razı olsun, ana Türk hükümeti İstanbul'da odardı karşılap, ornattır, avuldarga ornattır bözü. Үй беріп, жер беріп, енді кәсіптерін неме дегесен, со кәсіптеріне жайын орнастырған. Енді бізді Түркияда тобүсті көрсіміз. Konya деген бір қала. Konya, Kayseri, İzmir'e жақын Salli бар, Niğde деген бір қала бар. Солардың ауылдарына жақсы үй салып берді. Енді егін егетін жер берді bizim ауылда. 60 үй қазақ бар болатқымыз біз. Сол жерде Құдайға шүкір, енді мұсылман халық дегенсен айту. Қазақтар сол дінімізді, тілімізді сақтайық қағайын деп, сол біз Құдайға шүкір етеміз әзір. Болмаса мұсылман бір мемлекетте келіп жан сақтап жүрміз. Түркия үкіметіне болсын, ана Пакистан үкіметі болсын, Алла разы болсын, көп көмек көрсеткен. Türkiye'den 1900 енді біздің әке-шешелеріміз қандай болса да ауылда жүрген, қол бағып, май бағып жүрген. Енді Türkiye'de келгенде енді Түрк өкіметі үй беріп, жер бергенсе егін еккетіміз. Онан кейін бала шаға көбейгесен Türkiye'de бар нәрсе су, жейтін тамақ, бар нәрсе ақшамен. Содан енді қайтасың, жұмыс істеу керек. Со әкелеріміз мемлекетте жүргенде теріден киімдер тігіп алған. Сонда әкеміз қолға киетін қыста Түркия суық болады. Қолға киетін қолбақ тігеді. Соны әкем пішеді, шешем тігеді. Біз кішкене сол 10 жасында, 12 жасында мен өзім білем. Соны қаттап, соны аударып, дайындап береміз. Өнен кейін оны әкеміз базарға апарып сатады. Сонымен жаңса тақтадық. Өнен кейін бір 8-ші мектептен кейін енді жеткеннен кейін енді İstanbul қаласына келіп енді ақша табамыз деп қазақтар осы ауылдан İstanbul қаласына көш бастады. İstanbul қаласынан көш бастағаннан кейін сол İstanbulға қазақтар көбейді. 1960 жылдарында мына Германиядан, Түркиядан көп жұмысқа кеткен түрктер. Соның ішінде bizim қазақтар да кетті 1960 жылдан кейін. 1975 жылында менің әкеміз бір туысқан бір ағам береді. Сол Англияға келген 75 жылында. Мен сол 76 жылында Түркияда 2 жыл армияда болдым. 2 жыл армиядан келгеннен кейін енді қолымызда кәсіп жоқ, ауылда өскен, İstanbul'da жұмыс тауған қиын. Сонда ағам шақырды, енді осы Англияға кел, осы жерде жұмыс көп деп.
Son 79 yılın 12. ayında London'a geldik. London'a gelgesen endi kaytasın endi Türkiye'de 7-8 şeklinde azına ulakça bir ağıltınçamız var. Bu yerde üniversiteye bara almadık, okuy almadık, avulda жүрüp Türkiye'de. Kasımımızda yok. Sodan bir aşkanaga ыдыс аяқ жууп жұмысқа başladık. Құдайға шүкір 2-3 ay өзім ыдыс аяқ жуудым. Önен кейін азанлап бір yes no деген бір İngilizcemiz бар, ағылшыншамыз бар. Сомен тамақ тапсыратын соны үйреніп алдым. Önен кейін сол ашханада тамақ тапсырып алып үйренгесен 2-3 aydan кейін де бір тамақты пісіратын қайтып соны үйреніп алдым. Önен кейін сол жерде бір жыл тұрып, бір жылдан кейін барып енді ашханадарға тамақ пісіратын болып алдық. Ашханадарға тамақ пісіріп жүріп 1992 жылында бір түркиялық бір достым бар еді, өзіне жұмыс істегем. Ой, сен мұны жақсы істейсің дегесен, кел деді, үшеден бір ашхана сатып алайық деп. Болады дедім, құраған ақшам бар, одан да әйелімді әкеп алғам, әйелім екеміз болады деп, сол жерден Лондонның орталығында бір кафетерия сатып ап, әйел екеміз соны жүргізіп, бір 17 жыл жүргіздік, баладарымыз туды, өсті, Құдайға шүкір бұл жерде. Артынан келген қазақ жігіттер де бар, 35-40-қа жақын отбасы бар бұл жерде. 92 жылында Қазақстан тәуелсіздігін алды. Құдайға шүкір, соған қуандық. Önен кейін Қазақстандан келген кеткен, оққай келген баладар бар, жұмыс алқаға келген баладар бар. Сол 92 жылдан бері өзіміз өшеде келген Қазақстандан келген болсын. Өшеде жұмыс арқалыға өзі Түркиядан келген 30-35 отбасы бар, содан бала чағасы бар. Бір жағынан нанымыз тауып, жан сақтап, бір жағымыздан баладарымыз жоғалып кетпесін, дін мұт кетпесін, қазақшыл мұт кетпесін. Соған тырмысып жатырмыз. Сол 88 жылдарында қоғам рәсми болмаса да, жинап айтта, құрбан айтта болсын, ораза айтта болсын, оразада ауыстырамыз. Önен кейін баладарға Құранды үйретіп, бәрі Құранды оқиды. Сол Құранды оққандар Құран оқытып, қатым түсіртіп, сол Қазақстанда қайтыс болған бар. Мына 1986 жылында жер 90-нан арқалы көп жас жігіттеріміз қайтыс болыпты. Önен кейін біздегі жолда көшіп келе жатқанда қайтыс болған үлкен әкелеріміз, ападарымыз бар. Түркиядан қайтысқан үлкендеріміз бар. Содан рухтарына Құран оқып, содаға жібереміз енді. Жақсылық болсын деп. Дұғамыз содарға. Құдайға шүкір, баладарға айтамыз енді. Әзір жақсы бұл жерде университет бітіріп жатсыңдар, жұмыстарың жақсы, үйлерің жақсы, дендерің сау. Ана үлкен мына қазақшыл үшін, дін үшін көшкенде қайтыс болған үлкен кісілерді ұмытпаңыздар. Содарға дұға етіп тұрыңдар енді. Содан әзір бір қиыншылығымыз сол, әзір бір жақсы бір жеріміз болса, Қазақстаннан келген жігіттермен біздің жігіттеріміз бір араласып жер жиылып тұрса, қайда болса, қазақты әзір естіп жатырмыз. Европта көп қазақ бар, Американың өзінде қазақ бар деп естіп жатырмыз. Қайдағы қазақ баласы аман сау жүрсін. Енді Қазақстанға бір разымыз, өзі дамып кел жатыр, көріп отырмыз, телевизиондан көріп отырмыз, Қазақстан дамып кел жатыр, жақсы. Енді бұрынғы заманда мен үлкен нәрсе, мына дініміз күшті болса, халық мықты болады. Бұрынғы заманда көшіп жүріп, жан-жаққа кетіліп, шашылып кеттік. Қазақ шашылып кеткесен енді бізді бірге ұстайтын Алланың жіберген осы діні. Мына қазақтың жүрегіне осы дін отыратын болса бар ғой, дін отыратын болса, Құдайға шүкір күшті боламыз, бір боламыз. Bir-birimizden ayrılmayımız. Endi жалғыз сілегіміз осы, енді Қазақстан қиямат кешек неме болсын, азат болсын осы. Тыныштық болсын, бірлік болсын.
musulmançılık, kazakçılık ketmesin. Bir tilegimiz sol endi. Soğan dua kılamız. Berderinize sağınıştı. Kay Kazak balasına London'dan sağınıştı selam. Allah.